Өрт сөндірушілер батырлардың әрекеттерімен таныс боламыз бүгін. Өрт сөндірушілер өртке, жазатайым оқиғаларға және табиғи апаттарға байланысты төтенше жағдайларға жауап беретін оқытылған мамандар. Олардың батылдығы мен жылдам әрекеті күн сайын өмірді сақтап, қоғамды қорғайды. Өрт сөндірушілер өртті сөндіріп қана қоймайды. Олар сондай-ақ адамдарды қауіпті жағдайлардан құтқарады, алғашқы медициналық көмек көрсетеді және халықты өрт қауіпсіздігі мен алдын алу мәселелері бойынша оқытады. Өрт сөндірушілердің жұмысы қарқынды физикалық дайындықты, өрт сөндіру дағдыларын және төтенше жағдайларды жою дағдыларын қажет етеді. Олар пішінде қалуы, жиналуы және кез келген жағдайға дайын болуы керек. Өрт сөндірушілер қауіпті жағдайлармен күресу және тапсырмаларды орындау кезінде олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін өрт сөндіру түтіктері, балталар, оттегі баллондары және қорғаныс құралдары сияқты заманауи жабдықтарды пайдаланады. Өрт сөндірушілер жүк көліктермен, құрал жабдықтармен және байланыс құралдарымен жабдықталған станцияларда жұмыс істейді. Олар кез келген уақытта төтенше жағдайларға тиімді және қауіпсіз әрекет етуді қамтамасыз ету үшін топтарда жұмыс істейді. Өрт сөндірушілердің маңызды функцияларының бірі өрттер пайда болғанға дейін алдын алу болып табылады. Олар мектептер мен елді мекендерге барып, адамдарға өрт қаупі мен қауіпсіздікті қалай сақтау керектігін айтып береді. Өрт сөндірушілер жиі танылмайтын күнделікті кейіпкерлер. Олардың адалдығы, батылдығы мен жанқиярлығы біздің терең құрметіміз бен алғысымызға лайық. Өрт сөндіруші асыл да маңызды мамандық. Бұл жай ғана жалынды сөндіру емес. Ол өмірді, мүлікті қорғау және қоғамға жүрек пен күш беру. Назар қойып тыңдағандарыңа рахмет балалар. Өрт сөндірушілер туралы жақсы мәлімет алдыңдар деген ойдамын. Келесі кездескенше.